Анес сахаба. Күндердің күні болғанда, күн дәуірге толғанда, әйелім менен екеуі бір тістем нанға зар болды. Аштыққа қалай шыдасын, атасына барған сахаба өлер аштан болғансын. Атасы айтты, шырағым тағал деді бір қатын, сонда балам тоярсың. Тағы алды бір қатын, қатыны екеу болған мен көрмейді Анес рәтін. Екі қатыны жатыпты, болса да мезгіл тұратын. Атасына тағы да реті келді баратын. Қапа болма перзентім, ұзақ емес шаттық күн сауық сайран құратын. Тағал деді бір қатын, үшінші алған әйелі, сұлу ет әрі ақылды жақсы жаман ұғатын. Екі қатынға тұр депті, сіздердің мезгілің болдау тұратын. Жоқ, біздер әлі тұрмаймыз, тамақтатамыз біздерге еркектің депті міндеті. Сол бұлар бізге құрметі, еңкейіп біздер алмаймыз кеше шөпті жердеген. Дұрыс емес бұларың, әйел мүрит кішісі пір болар депті еркегі. Мақұлдасып үшеуі жібі үйіріп жүн түтіп, өрмекті құрып кереді. Үшеуінің күн түні өрмекте болды ермегі. Екеуі тоқып біреуі базарға сатып пұл қылып, үшеуі бірдей терледі. Киім бүтін тамақ жоқ, бүрсейіп жатқан қатындар жайтаңдады бұлғақтап, ақшасына ауысқан. Базардан барып ешкі алып, сол жылы туған алақтағы. Мұны көріп сахаба жетімде қалып жасынан түскен дау талай қапаға. Саудырып уызын пісіріп Анес алып жүгірген беремін деп атама. Атасы тұрса алдында баласы дәмін татама. Дәмін татып уыздың жаңалық деп жарықты қол жайып берген бата балаға. Қол жайған Анес батаға. Ұзақ болсын жасыңыз, аманда болсын басыңыз. Жайылып жерге қаптасын төрт түлікті малыңыз. Аллаху әкбар болды да енді дау балам барыңыз. Отырғандар бұл жерде осыдан үлгі алыңыз. Атаңның алың батасын саудырғанда жаныңыз. Мұң айтпасаң атаңды көп болар несібе наныңыз. Несібе өрлеп бешікпей аш болмай тояр қарныңыз. Кемдігінге мұңаймаң, біздерде бүгін жарлымыз. Берейін десе аз емес, өліп өскен Анес сахаба. Атасына аянбай істеген қызмет қалқысыз. Деп, сол Анас ибн Малик деген сахаба ғой, 9 жасында жетім қалып, ата-анасынан пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам қолында өсет. Пайғамбарға қызметімен жағып, пайғамбардың батасын алып, жаңағы бір ешкеден малы көбейіп, Мединаның қаласына сыймай кетіп малы, Сахараға көшіп кеткен екен дейді. 3 әйел алған деген жаңағыдай дерек бар. Артында 106 бала қалды дейді Анас ибн Маликтің. Қазақтар Анас демейді, Анес дейді ғой енді. Мәліктің баласы Анес деген кісі ғой енді. Соны Анас ибн Малик дейді. Әнекей сондай оқиғалар болған. Біздің елде Құдай берген кердері деген жырау болған. Сол Құдай берген кердері сауатты адам ғой, соны өлеңге түсіріп, өлең қылып жазған ғой. Соны Наурызбек жырау айтатын. Мен содан естігенімді айтып беріп жатырмын.